Мені қайқалып кетеді екен. Қалып кетсеңші дейді. Қайқалып кетеді екен. Қазір осының бәрін неменеге прямой эфирге жіберемін. Қайқалып кетеді екен. Алдыртам мен қазір. Алдыртам қазір. Сіз айтып жатқан жоқпын деймін. Алып кетті, ана алып кетсеңдерші деп жатыр. Ол қоғам тәртіпті бұзбай. Қоғамдық тәртіпті сендер бұзып отырсыңдар, кіргізбей. Бұзыватсыз міне. Кіргізіп Батан ұлы Данияр жоқ енді қалай айқайламаймын. Каждый бір айда бір рет қабылдайды. 2 сабақ қабылдайды. 2 сағатта қабылдап үлгерген жоқ қой. Келеді деді ғой. Жоқ шықпаймын. Ана қазір қой Батан шығар, Батан ұлын шығарып жіберіңдер. Естілмеді даусыңызды. Естілмесе одан әрі неге кесіліп тұрсың онда? Жоқ, мен аты жөніңізді айтыңызшы. Мен сіздің кім екенін білмеймін, түріңізді білемін. Жақсы апайсыз апай. Сіз жақсы апайсыз. Мен жақсы апаймын, мен ашулансам жаман апаймын. Батан қабылдамай, Батан ұлы қабылдамай қашпай. Данияр қайтып келеді деген сөздеріңде тұрасыңдар ма? Отырып 12-ге дейін отырып кетіп қаламын ғой мен. Тұрмасақ сол кезде айтыңыз. Хорошо, не аласыз? Жасыңыз үлкен. Қай барсаңда милиция шақырып дайын тұрады екен. Милициясын ұрайын мен сендер. Қай жерде маған тиісіп жатса, ол жерде милиция жоқ. Жоқ, естілмесін, естіртпеймін. Өзіңіз сыйламайсыз онда. Жоқ, 26 жыл бойында сен бар ғой, иә? Жеріңді бермей, жеріңді недоклонный жасап, еще корейстерге бересіңдер. Корейстердің ақшасы көп па сендерге? Корейстерге бересіңдер постоянно. Қосып отырамыз. Өздерің қосып милицияға беріп жіберемін. Прокуратурамен қазір немен жұмыс істеп жатырмын мен. Сотпен жұмыс істеп жатырмын. Сотты тоқтатып қойдық, ана қағаз жоқ, мына қағаз жоқ. Жасасын мына қағазды. Или босын, или орнына үй берсін, мен алдым жапсын. Оны да айтты ғой. Түсінесіз бе? Елді түсінсеңші. Менің түсінеді уже бермей алып кетті. Мен күйеуім қайтыс болған кезде андағының қағаздарын бәрін алып алады да, Айсұлтықтың атына қатырып қоямыз дейді. Сонда айтпайды екен менің атыма неғып қатырып қоймайсың деп. Олар 4 комнат үй салып беріп, 2 комнат үй салып береміз деп уәде етіп кетеді. Ол кім екенін айтайын ба? Ғабит.